Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 104-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Қазақ халқының ұлы ағартушылары. Бірінші тапсырма: есептеуінің ауызша тәсілдерін есіне түсір және түсіндір. Есепте өрнектің жұп мәндерін атасан, Шоқан Уәлихановтың кім болғанын, ал тақ мәндерін атасан, Ыбырай Алтынсариннің кім болғанын білесің. 142 көбейту 2 тең болады 284. 21 көбейту 4 тең болады 84. 31 көбейту 3 тең болады 93. 231 көбейту 3 тең болады 693. 221 көбейту 3 тең болады 663. 32 көбейту 3 тең болады 96. Бірінші тапсырма: өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Баған түрінде дегеніміз бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздік. Бірақ мен баған түрінде істемей, жай ғана жауаптарын айтам. Себебі сендер баған түрінде қалай жазады екенін білесіңдер. 142 көбейту 2 тең 284. 134 көбейту 2 тең 268. 122 көбейту 4 тең 488. 132 көбейту 3 тең 396. 242 көбейту 2 тең 484. 312 көбейту 3 тең 936. 321 көбейту 2 тең 642. 143 көбейту 2 тең 286. Үшінші тапсырма: есепті шығар. 19 ғасырда қазақтың тұңғыш ашылған мектептерінде бар жоғы 211 қыз оқыған. Бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем еді. Алғашқы мектептерде барлығы қанша оқушы оқыған? Бірінші шартын жазамыз. Қазір мен шартын жазып берем. Қыздар енді шешуін жазамыз. Шешуі 211 көбейту 4 тең 844. Сосын 211-ге қосамыз 844 тең болады 1055. Маған жауабы сыймайды, ал сендер жауабына алғашқы мектептерде барлығы 1055 оқушы оқыған деп жазасыңдар. Төртінші тапсырма: есепті шығар. Асы: мәнерлеп оқудан өткізілетін байқауға 48 ұл және 36 қыз қатысты. Оларды әр топқа 4-тен бөлді. Барлығы қанша топ болды? Бірінші шартын жазамыз. Қосша 36 ұл 48. Әр топтан 4 бала.
барлығы сұрақ белгісі топ. Шешуі жашан ішінде 36 қосу 48 бөлу 4 тең 21. Ал жауабынан барлығы 21 топ болды деп жазасыңдар. 5-ші тапсырма амалдардың орындалу ретін анықта, баған түрінде жазып, оларды есепте. Баған түрінде дегеніміз бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздік. Бірақ мен тек қана жауаптарын айтатын болам. 609 қосу жашан ішінде 12 қосу 21 жаша жабылады көбейту 3 тең болады 708. 213 көбейту 3 азайту 122 көбейту 3 тең болады 273. 980 азайту 141 көбейту 2 тең болады 698. 4 жашан ішінде 401 азайту 113 көбейту 3 жаша жабылады қосу 214 тең болады 276. 314 көбейту 2 қосу 123 көбейту 3 тең болады 997. 1000 азайту 212 көбейту 4 қосу 81 тең болады 233. 6-ші тапсырма есепте өрнектердің біреуіне есеп құрастыр. 720 азайту 360 бөлу 90 тең 360 бөлу 90 тең 4. 720 азайту 4 тең 716. 50 көбейту 10 азайту 360 тең 50 көбейту 10 тең 500. 500 азайту 360 тең 140. 700 қосу 270 бөлу 9 тең 270 бөлу 9 тең 30. 700 қосу 30 тең 730. Тапсырма өрнектерді баған түрінде жазып есепте. Баған түрінде дегеніміз бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздік. Бірақ мен баған түрінде жазбаймын, тек қана жауаптарын айтып отырам. 318 қосу 498 тең болады 816. 676 азайту 167 тең 509. 300 азайту 195 тең 105. 784 азайту 206 тең 578. 1000 азайту 654 тең 346. 68 қосу 525 тең 593. 8-ші тапсырма. Үшбұрыштың әрбір қабырғасындағы сандардың қосындысы ортасында тұрған санға тең болуы тиіс. Бос орындарға қандай сандар жазылады? Осы жерге бос орынға 10 саны жазылады, осы жерге 11, осы жерге 9 саны жазылады. Осы жерге 3 саны жазылады. Осы жерге 4 саны жазылады. Осы жерге 11 саны жазылады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.